Саламатсыздар ма? Бүгін Закирова оқулығы бойынша 8 сыныптан бірінші жаттығуды орындайтын боламыз. Бірінші жаттығу минус 20 Цельсий және 30 Цельсий градус температура мәндерін кельвинге ауыстырыңдар дейді. Оның берілгенін жазамыз. Берілгені бойынша бізде Т1 минус 20 Цельсий градус, Т2 37 Цельсий градус. Бізде формуласы оның Т тең Т плюс 273 Кельвин. Т1, яғни Т1 мен табамыз бірінші. Минус 20-ны қоямыз Т-ның орнына. Кельвинге айналдырғанда 253 Кельвин болады. Келесі Т2 37 плюс 273 Кельвин тең болады 310 Кельвин болады. Екінші есеп 300 Кельвин, 100 Кельвин және 673 Кельвин температура мәндерін Цельсий бойынша градусқа айналдырыңдар дейді. Екінші есептің шешуі берілген жазамыз, яғни Т1 300 Кельвин, Т2 100 Кельвин, Т3 673 Кельвин және Т формула бойынша жақша ішінде үлкен Т минус 273 Цельсий градус. Т-ны табу үшін, яғни 300-ден Т-ның орнына 300-ді қоямыз. 300-ден 273-ді аламыз, 27 Цельсий градус қалады. Келесі 100-ді қоямыз, 100 алынған 273 Цельсий градус тең болады, ол минус 173 Цельсий градус болады. Келесі үшінші 673-ді қоямыз, және алынған 273 тең болады, 400 Цельсий градус болады. Келесі үшінші есеп 40 Цельсий градус температура мәнін Фаренгейтке айналдырыңдар. Фаренгейтке айналдырамыз. Берілгені деп жазамыз, және Т тең 40 Цельсий градус табу керек. Т Фаренгейтке айналдыру. Келесі формуласы Т Фаренгейт тең болады Т Цельсий градус. Көбейтілген 1,8 Фаренгейт бөлінген Цельсий плюс 32 Фаренгейт. Формула бойынша табамыз. Формулаға қоямыз. 40 Цельсий градус көбейтілген 1,8 Фаренгейт градус плюс 32 Фаренгейт. Есептесек, жауабында 104 Фаренгейт болады. Яғни 40 Цельсий градусты Фаренгейтке айналдырғанда 104 Фаренгейт. Келесі осы бірінші жаттығудың үй жұмысын қарастырамыз. Үй жұмысының бірінші есебі 50 Кельвин, 273 Кельвин, 347 Кельвин температура мәндерін Цельсий бойынша градусқа айналдырыңдар дейді. Берілгенін құрып аламыз. Т1 50 Кельвин, Т2 273 Кельвин, Т3 347 Кельвин. Табу керек бізде кішкентай Т1, Т2, Т3-ті. Формуласы мынадай, яғни Т тең үлкен Т азайтылған 273 Цельсий градус. Бірінші 50-ді қоямыз, 250-ден аламыз 273 Цельсий градус. Тең болады минус 223 Цельсий градус. Екінші Т2 тең 273-ден азайтамыз 273-ті. 0 Цельсий градус. Келесі Т3-іміз 347-ден 273-ті азайтамыз. Тең болады 74 Цельсий градус болады. Келесі екінші есеп минус 47 Цельсий градус, 125 Цельсий градус температура мәндерін Кельвинге ауыстырыңдар. Берілгенін құрып аламыз. Т1 тең минус 47 Цельсий градус, Т2 125 Цельсий градус табу керек. Бізде үлкен Т-ны Т1, Т2-ні. Формуласы мынадай. Үлкен Т тең Т кешірметінен үлкен Т тең жақша ішінде Т плюс 273 Кельвин. Т1-ге бірінші 47 минус 47 Цельсий градусты қоямыз. 2 плюс 273 тең болады 226 Кельвин болады. Келесі 125-ті қоямыз. Қосылған 273 тең болады 396 Кельвин болады екен. Келесі үшінші Қазақстандағы ең жоғарғы температурада плюс 53 Цельсий градус. Оңтүстік Қазақстандағы Сарыағаш қаласында дарбаза тіркелген. Қазақстандағы ең төмен температура минус 57 Цельсий градус. Ақмола облысындағы Атбасар қаласында тіркелген. Температура мәндерін Кельвинге ауыстырыңдар дейді. Яғни Қазақстанда ең жоғарғы температура плюс 53 Цельсий, яғни Т1 деп аламыз. Және ең төмен температура минус 57 деп аламыз Т2-ні. Және бізге табу керек үлкен Т
үлкен Т1 және Т2 деп белгілеп аламыз. Формуласы мынадай. Және Т1-ді табамыз, яғни бірінші ең жоғарғы температурамен. Біз ең жоғарғы температура 53 Цельсий градус плюс 273 тең болады, 326 Кельвин болады екен. Келесі Т2 бойынша табамыз, яғни ең төменгі температура минус 57 Цельсий градус қосылған 273 тең болады, 216 Кельвин болады екен. Келесі төртінші есеп 86 Фаренгейт шкаласынан Цельсийге айналдырыңдар дейді. Берілген жазып аламыз. Яғни Т Фаренгейт тең 86 Фаренгейтке. Яғни осыны Цельсий градусқа айналдыру керек. Табу керек Т Цельсий градус. Т Фаренгейт тең Т Цельсий градус көбейтілген 1,8 Фаренгейт бөлінген Цельсий плюс 32 Фаренгейт. Осы формуладан Т Цельсий градус тең болады. Жақша ішінде Т Фаренгейт минус 32 Фаренгейт жақша жабылған бөлу 1,8 Фаренгейт бөлінген Цельсий деген формула алып аламыз. Осы формулаға қойып шығарамыз. Яғни Т Цельсий градус тең болады 86 Фаренгейт азайтылған 32 Фаренгейт бөлінген 1,8 тең болады. Бізде жауабы 30 Цельсий градус болады екен. Мінекей достар, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер.